мысалға зейнеттегі адамдар бойынша. Борышкер, жеке сот орындаушы материалды алады. Содан кейін ол кісінің зейнет жасындағы бар екенін түсінеді, біледі. Бірақ сонда да есеп шотын жауып тастайды. Ақшасын ала алмай жүреді. Содан кейін ол барады да жаңағы заңгерді жалға алу керек, онымен жұмыс істеу керек, ақшаға шығындалады. Міне, бір орысша айтқанда дурочка включает. Білмей қалдым. Қалай ол білмей қалады? Егер зейнеттегі адам болса, көріп тұр ғой, зейнет ақысы бар екен. Содан кейін барады да зейнеттегі адамдарды қинайды. Екінші, бізде сохраняемая сумма деген бар. 50% кірістің 50% немесе жаңағыдай бір прожиточный минимум дейді. 50 мың теңге. Сіз қалай ойлайсыз, 50 мың теңге өзі жете ма? Өмір сүруге жетпей ма? Міне, соған қарамастан жеке сот орындаушылары осындай жаңағы қадамға барады. Үшінші мәселе. Адамның борышкердің жағдайы қиын екен түсінеді, біледі, бірақ алады да барлық шектеуді қолданады. Жарайды, шетелге шығармай қойсын. Есеп шотын бұғаттасын. Бірақ енді көлік жүргізу мүмкіндігінен айырады ғой мысалға. Қалай жас жігіттер қанша қиналып жүр. Ол сіздер ақша табуға мүмкіндік бермейді, жеке сот орындаушылары. Алады да жаңағы көлік жүру құқынан айырып тастайды. Қалай ақша табады сонда? Сіз осыны айтыңызшы. Мен миға қонбайтын нәрсе. Рахмет. Сіз парламентте отырсыз ғой, жаңа сөздеріңізді байқап айтсаңызшы.